Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып, арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме деп біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Жасыратын ештеңе қалмады, сөзін шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Міне. Шатын театрдан шықтық, алтын самұрықтан. Енді эмоция ерекше. Моля көзіне жас алды. Тағы жылаймын қазір. Иә. Бір белгі сияқты көрінді мен үшін. Менің өміріммен байланысты сияқты болып көрінді. Жаңадан туылғандай боласыз да. Өзіңіз сәби сезініп еткенсіз. Бір белгі сияқты, білмеймін мен. Басқаша болып кетті. Моля, жыламаш, пожалуйста. Бәрі күшті болады, расында да бәрі де бекер емес. Біз қасиетті киелі Түркістанның жеріндеміз. Осындай керемет дүниелер болып жатыр. Мына театрдың өзінде көріністің өзі қысқаша бір сезім береді. Біз құстай ұштық. 7 минуттың ішінде 7 түрлі әсер аласыз. Иә. Шынымен балалық шақалап келгенде боласыз. Жаңадан туып жатқандай өмірдің ғажап сәті. Былай тұрау керек, сосын бүйтіп істеу керек. Махаббат, қош келдің біздерге. Рахмет. Өйстіп турап тұрған, андай бидаштағы турап тұрған нем қарап кетіп еді сол сетке. Иісті сразу мұрнымен сезіп жүгіріп келе жатыр ғой. Құтты болсын, хал. Сайып, жаным сол, құттықтаймын сені лидерім. Рахмет. Қандай күшті. Айтты істеді ғой. Человек решающий десек. Міне. Команда сіздердің арқаларыңызда Алла тағала осылай қолдап біздің оңай жетуімізге Рамазан айында бір жеңіл жұмыс жасауымызға үлкен қолдаған Алла тағалама сансыз шүкір. Мықты командамның арқасы, осындай мықты лидерлерінің арқасы, мықты лидеріміз бәрімізді жақсы көремін. Сіздердің осындай әдемі жылы лебіздеріңіз, тілектеріңіз арқасында. Молодец, браво! Ей, жаным сол. Міне, осы қыздар жасады ғой, жаным. Молодец, только добарда. Қазір қыздар күштісіздер, мықтысыздар, молодцы. Қазір қандай болсын, әлеуметтік желіде болсын, қыздар қауымының қолдауын қатты байқап жатырмыз. Бірімізді қолдаудан шаршамайық. Жігіттерге де реніш жоқ, бірақ қыздар өсіп жатқанымызды білейік. Арамызда қалсын. Қыздар астаналықтар, бүгін әдемі жарқыраған күннің аясында деп қояйыншы, әдемі күнде керуен жол атты үлкен сауда орталығы ашылып жатыр. Сол ашылуда бүгін өнер көрсетіп жатырмыз. Самай бала көңілге қайта оралдық. Біз мәзбіз. Себебі қайда бара жатырмыз? Сестрімді бір құшақтап қоймадың ба? Жаным, қошақаным, қозым менің сол. Осылай сендерді еркелетіп бара жатырмын. Жаны. Сен еркелетсең не саған деймін.
осындай махаббат бізде. Еліктің лағы десе мен бүйтем. Деймін да қайтшады. Еркелеттік, кісілерді еркелеттік бара жатқан жағдайымыз бар. Шүкір Аллаға. Айнұр вообще бір шара салат алып шықты. Бір шара, біздің жақта шара дейтіндейді. Бауырсақ пісіріп алып Біздің жақта не деп айтады? қиықша дейді. Айнұр сестраңнан кейін Ой, рахмет үлкен. Бұның аты салат. тәтті болады. Тәтті болып қалады.